океанография музейін картаға салып алып, жайлап теңіздің жағасымен жағалап шықтық. Жаяу жолда балық аулап отыр екен. Барып бір қармақ сұрап алып, мен де аулап көрдім. Онымен ештеңе түспеді. Жасайтын дым шаруа жоқ, балық аулауға келдік. Бұл жерде өстіп балықшылар отыр екен. Беріп қармақ сұрап балық аулайын деп, көрейік деп не түседі екен. Балдармен келген. Примерно біздің Қабанбай батырлардың кезінде соғысқан браттарға қылшымен тұрған. Жағадағы парк. Жолдың бойында мынандай деген кездесіп қалды. Қазақтың балықтары. Біздер как раз қазір музей океанография кетіп жатыр. Направляйтесь на юго-запад. Лобстерлер. Направляйтесь на северо-запад. Қазақта ракушканы көп жейді. Бұйыртса бір специально шығамыз осындай морепродуктылар жеуге. Мынаның бәрінің түрі аяқтарын байлап қойған краптар. Өліктер. О, спирулина. Сонда жолдан кездескен шағын супермаркет. Бағаларға бір. Ерді алма өспейді, алма қымбат. Алма привозной. Банандар. ішінде өмір сүруге болады ма? Акуланың ауыздары. Морская корова дейді ол. Денесі нәйінде есік көздері құтақандай екен. Бірінші көріп тұрмын. Үлкен нәрсе екен. Акула бар екен. Ақ акула жатыр екен. Бұл жағында мелкілер.
мына біреу кәдімгідей екеуі ойнап жүр. Қанатының ұшы аппақ. Кеді. Красавец. Әдемі. Мини жайындар. Почти. Мынау жатыр, мынау мына жерде тығылып жатыр, шықпай жатыр. Тілін түсінбей тұрмын, шық деп айтатын. Міне жатыр, міне. Ауа жетпей жатыр ғой. Жәндіктің неше түрі бар екен. Кәл. Бір балықтар цветін өзгертеді екен. Неше түрін цвет болады. Радужный кәдім. Бұлар бір асықпайтын бірдеңелер. Жабыры. Бүткіл андай аузында басылмай басақ тістері бар. Естіз қозғалатын балықтар екен. Көзі почти ортасында қалыспайды. Оңы бар. Дауысып тұр. Әгерде астында бір өлі жатыр, мұрын тағып қойған. Не жатырмын? Тұмсығы, денес. Сұртыр. Мынандай ұлыдан келіп бетіңе жіберіп қойса да? Мына бір непонятный бірдеңе. Жанымен тұрған. Тіке жүзде ме? Не өлі? Ана бәрі олы. Мынау не? Морской еж. Мына өлі жандықтер, мына туралы ақпарат көрген кезінде. Қана голубой болады. Қанынан бір нәрсе алады осыларды. Өте қымбат тұрады өші. Граммы бәленбай мың болған. Мынау креветкілер. Бірақ ішіндегі основной жүргенде мыналар мұны. Қас сияқты. Жануарды келемейсің. Морской, жұлдыздар. Көзі үстінде тұрыс. Морской еж. Звездаланы морской огурец. Морской огурец. Мына лобстердің үлкендігі дейтін. Американский лобстер. Nó tá thì cái là bị mất tay nha. Cứ bơi á. Mất tay. Мынау спирулина өсіп тұрған. Мынау морской коньяктар. Морской коньяк. Вместе стеклофа, лас екен кішкене көрінбейтін. Вообще косметика қолданбаған бірден екен. Әжім. Акула. Акула. Слоновая акула. Слоновая акула. Кептіргенде мынандай болып кеткен ғой. Тістері жайынның түсі сияқты екен.
енді мұхиттың астынан шығатын қайыршақтар, өсімдіктер, жәндіктер. Раквиналар, үлкендіктері бада жоған. Акула. Тасбақалар. Мынандай тасбақалар явно бар ғой енді үлкендігі. Балықтың түрлері, скат. Жыландар. Жыланның түрлері бар. Спиртқа салып қойған. Бұл жерде балықтың рентгендерін жасап қойыпты. Сүйектерін көрсетіп тұр. Жерге акуланың түрлерін салып қойыпты. Акула молот. Мынау уже серьезная акула. Үшінші этажы. Бізде неше түрлі экспонат бар. Бәлем 1000 экспонат бар. Мұхиттың түбіне алынған. Тамыр керек пе, тас керек пе, жәндік керек пе, бәрі. Оның бәрін қарап шығуға нормальный уақыт керек. Қараудың түрлері. Әр зарядқа бүйтіп кіріп қарауға болады. Балықтың түрлері. Коралдар. Ешқандай иіс жоқ. Что? Обычно сазылды ғой мұндай жерлер. Бұлардың бәрін түсіріп шығу невозможно. Общий бір алып шығайын. Скелет. Енді ана жақсы жектің қауышының өзі. Өте көп өте. Жалпы су асты тек қана 5%-ға зерттелген дейді ғой. Сол 5% олар бағлан осы кезінде біздер талай атып алып жеген. 92 жылы теңіз көтерілгенде. Қойғанын білмейтін баққұстар. Балықтар аузынан шығып отырады еді атау. Мұражай қаланың орталығынан аса қашық емес. Теңіздің жағасымен жаяу өтіп барып, уақытыңызды бөліп қарап қайтуға тұрарлық мұражай. Егер Нечаев қаласында болып жатсаңыздар, міндетті түрде баруға кеңес беремін.